Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті білгендер, араб тілі морфологиясы сабақ дәрістері әрмен қарай жалғастырамыз. 4 үлкен ережені бастадық. Өткен дәрісімізде идғом тақырыбын өздеріңізбен бірге өттік. Келесі тақырыбымыз тәскин. Айттық, әр сабақтың өзінің мақсаты бар. Тәскиннің мақсаты сукундау. Тағы айтып айтамын. Тәскиннің мақсаты сукундау. Яғни сіз ереже айтқан кезде соңғы сөзіңіз сукундаймыз деп өту керек. Тәскиннің 3 ережесі бар. Неше ережесі? 3 ережесі бар. 3 ережесінің де мақсаты ол сукундау. Қашан ауру әріп келетін болса. Бұл жағдайлардың енді қазір тәскинді өтеміз, одан не қол, қас біліміз барлығы сол ауру әріптермен байланысты. Ауру әріп ол алиф, ол вау, ол я. Енді бірінші тәскиннің бірінші ережесі деді. Тәскиннің бірінші ережесінде айтады. Ауру әріп сөз соңында келетін болса, ауру әріп касра және домманы көтере алмаған себепті ауру әріпті сукундап қоямыз. Қашан ауру әріптің алды өзіне сай харекетте болса. Осыны қарай жазды. Мәселен, ярмию деген сөз бар еді. Немесе ядау болған еді. Дұрыс па? Сөз соңында я және вау деген әріптер келіп отыр. Я әріпінің алды касра, өзіне сай. Бұл бірінші ереженің несі, шарты. Ауыр әріп келді сөздің соңында, алды өзіне сай харекетте болды. Онда ол домманы көтере алмаған себепті ойша сукундап қоямыз. Сонда ярми болады. Сол секілді ауыр әріп келді, вау, алды өзіне сай домма. Онда ауыр әріп домманы көтере алмаған себепті сукундап қоямыз ойша, сонда ядау болады. Яғни, бұл бірінші ережеміз. Айтам, ауыр әріп сөздің соңында келді, алды өзіне сай харекет. Өзіне сай харекет деген сөз, яйдың алды касра, олардың алды домма деген сөз. Олар домма және касраны көтере алмаған себепті несеп қоямыз? Сукундап қояды екенбіз. Екінші ереже. Тәскиннің екінші ережесі. Тәскиннің екінші ережесі. Екінші ережесі деді, ауру әріп харекетті болады. Алдындағы сау әріп сукундылып келетін болса, ауру әріптің харекетін алдындағы сау әріпке береміз дейді. Кішкене жазым. Яф-иу. Формула осылай ғой, яф-айлу. Әтәйін әріп береді, әтәйін әріптен кейінгі әріп сукундалады. Ережесі сондай. Дұрыс па? Негізгі формасы осылай. Ауру харекет болып келді ма? Келді. Алдындағы сау әріп сукунды ма? Сукунды. Онда ауру әріп харекетін алдындағы сау әріпке беріп, ауру әріп сукундап қояды. Бірақ бұл осы тәскин ережесінде қалу үшін берілген харекет сол ауру әріпке сай болу керек. Яғни, бізде мына жерде яй еді ғой. Яй не беріп жатыр? Яй касра беріп жатыр. Сай ма? Мына жер вау болатын болса, ол домма беріп. Мәселен. Яқ-улу еді. Яқ-улу еді. Ауыр әріп харекетті алдына салып сукун. Оны ауыр әріптің харекетін несесің? Алдындағы сау әріпке бересің, ауыр әріпті сукундап қойсын. Яқ-улу. Тәскин екі бітеді осымен. Өйткені бұл тәскин берілген харекетін ауыр әріпке сай болмайтын болса деп басқа уже қойыптың ережесіне өтіп кетеді. Бұл басқа ереже. Сонда берілген харекетін ауыр әріпке сай болды. Онда бұл немен? Қысқаша тәскин екінің ережесі ауыр әріп харекетті алдына сау әріп сукунда, ауыр әріптің харекетін алдына сау әріпке беріп, ауыр әріп сукундайсың, қашан берілген харекетін ауыр әріпке сай болатын болса. Бұл екінші ережеміз. Және асқа жаза берейін ба? Көрінеді басынан. Тәскин 3-тің және 3-ші тәскин, тәскин 3-ші ережесі бетеді. Ауыр әріп харекетті болады дейді. Алдындағы сау әріпте харекетті. Бірақ екеуінің харекеті екі түрлі болатын болса, домма касра. Онда ауыр әріп харекетін дейді, сау әріпке бересің де, сау әріптің харекетін алып тастап, ауыр әріпті сукундаймыз. Тағы айтам. Ауыр әріп харекетті болып, алдындағы сау әріп сукунды болатын болса, ауыр әріптің харекетін алдындағы сау әріпке беріп, ауыр әріпті сукундап қоямыз. Сау әріптің харекетін алсаймыз. Бұл көбінесе мәжһүл формасына келешектер. Буйа еді, не болып кетті? Биа болып кетті. Биа болып кетті. Биа болып кетті. Жақсы, қысқаша осы
ескертуді назар салмай қойыңыз. Видеоңызды осы жерден тоқтатып, тәскин 3 ережесін жақсылап жаттап шығыңыз. Яғни түсіндіңіз, бірінші өлең жаттайсыз. Бірінші ереже қайсы дегенде, айтып, екінші ереже қайсы дегенде, біліп отыратын үшінші ереже қайсы дегенде, біліп отыратын жағдайға жеткенге шейін қайталаңыз, жаттаңыз. Не үшін өйткені идғам, тәскин, қолп, қаз бұлармен тіке бір-бірімен байланысты. Бірін білмесеңіз, яғни тәскин екінші ережесі қандай дегенде білмейтін болсаңыз, онда сіз ара сабақтарды түсінбей қаласыз. Онда осы жерде видеоңызды тоқтатыңыз. Бұдан кейінгі сабағымыз біз қолпен жалғастыратын боламыз. Тоқтатамыз ба? Жалғастыра береміз, сен жайын болса кете береміз. Бір өшірейін ба? Бір өшіріп алайын ба несі? Жоқ, жалғасып кете береді. Кете берем ма? Болды. Тәскинді жаттап болған болсаңыз, онда қолп сабағына өтейік. Тақтамызды өшірейік. Қолп ол алмастыру деген мағынаны білдіреді. Өзбекше жүректі қолп дейді, негізінде ол арабша ғой. Қолп деп отырғанымыз сол. Өмір өзгеріп отырады. Қолп өзгеру, алмастыру деген сөз. Бұның бізде 8 ережесі берген, бүгін өтетін. 10 ереже, бүгін 8-ін өтеміз. Бұлар өте маңызды. Назар салып тыңдаймыз. Қолп мақсатымыз екен, алмастырамыз, ауыстырамыз. Мақсатымыз не? Тәскинді сукундарамыз, бұл жерде алмастырамыз. Қашан? Енді қолптың енді барлығы 8 ережесі бар, біз өтетін бүгін. Соны өтейік. Қолптың бірінші ережесі айтады. Ауыр әріп харекетті бол, алдындағы сауар фатқалы болса, онда ауыр әріпті әлифке алмастырамыз. Ауыстырамыз, алмастырамыз. Мәселен, қауәлә деген сөз бар еді. Фа'аля өлшемде. Ауыр әріп харекетті алдындағы сауар сукунды. Онда ауыр әріпті неге алмастырамыз? Әлифке алмастырамыз. Сонда қауәлә болып шықты. Бірінші ереже, яғни ауыр әріп харекетті, алды фатқалы, ауыр әріптің харекетін әлифке алмастырамыз. Қолптың екінші ережесі. Қолптың екінші ережесі айтады. Қолптың екінші ережесінің өзегі ол тәскиннің екінші ережесі. Енді айтыңызшы, тәскиннің екінші ережесі не береді? Иә, тәскиннің екінші ережесінде ауыр әріп харекетті алдындағы сауар сукунды болатын болса, ауыр әріп харекетін алдындағы сукунға беріп, ауыр әріп сукундаған болады. Дұрыс па? Бірақ шартымыз берілген харекет ауыр әріпке сай болса дегенбіз. Берілген харекет ауыр әріпке сай болса дегенбіз. Берілген харекет ауыр әріпке сай болмайтын болса, онда ол тәскин екіміз айналып қолп екіге ауысады. Қолп екіге ауысады. Ол қалай? Ол қалай? Мәселен, яхьябу деген сөзіміз бар еді. Яхьябу. Ауыр әріп келді, харекетті. Алдындағы сауар сукунды. Онда ауыр әріптің харекетін алдындағы сауар бересің. Не бойынша? Т2 бойынша. Дұрыс па? Сонда яхайбу болады. Бірақ берілген харекетін сай болған жоқ. Т2-де айтқанды берілген харекетін сай болғанда сукундаймыз. Сондықтан берілген харекеті ауыр әріпке сай болмаған себепті яй фатқан беріп отыр. Берілген харекет ауыр әріпке сай болу үшін яй касыра беру керек. Олай болатын болса, уже бұл қолптың екінші ережесіне айналады да, берілген харекетке сай ауыр әріпке алмастырып жібереміз. Сонда беріп отқан фатқа болатын болса, ол неге ауысады? Дұрыс айтасыз, ол алифке ауысады. Ол сонда бұл екінші ережеміз. Үшінші қолптың үшінші ережесі. Қолптың үшінші ережесі. Қазақша жазып түсінсіз мүмкін. Қолптың үшінші ережесі. Қолптың үшінші ережесі не деді? Сукунды яй және сукунды алифтің алды домма болып келсе, олар вауға алмастырылады дейді. Мәселен, мынандай мысалды алып көрейік. Мысалы, фә'аля деген етістігіміз бар еді. Дұрыс па? Фә'аля деген бабымыз бар еді. Осыны енді мәжһүлге айналдыру керек. Мәжһүлдің ережесіне боламыз, соңғы сұрағын кастраль етіміз, ең бірінші домма үшін. Дұрыс қой. Енді сонда сукунды алифтің алды доммалы болды ма? Онда сол бүгінгі қолптың үшінші ережесіне сай неге ауысады сонда? Қалай ауысады? Фу'айля болып ауысады. Фу'айля. Фу'айля. Түсінді ма? Фу'айля. Қолптың үшінші ережесіне фу'айля болды. Жақсы. Енді осы үшеуін бір қорытып алыңыз. Тіпті керек болдыңыз видеоны тоқтатыңыз да, кішкене қараңыз.
ойыңызды жинақтап алыңыз да 4-ші сабаққа кеттік. 4-ші, бұларды қызылмен жазайын. Өйткені бұл Колбтың 4-ші ережесі. Колбтың 4-ші, 5-ші, 6-ші, солай жаттап отырып, енді 8-дің бәрін жаттағанда шатасасыз. Сонда былай жаттап отырсыз. Колбтың 4-ші, 5-ші, 6-ші ережесі вауға байланысты. Сонда оңай болады. Енді сізде ережеде вауға сай келіп қалған болатын болса, бірден ненің ішіне іздеп жүресіз, ваудың ішіне іздеп жүресіз. Ол осылай жеңіл емес пе? Енді айтады, Колбтың мынаға қарамай сияқты болып қалды. Колбтың 4 ережесі сукунды ваудың алды кәсір болып келсе, оларды яйға алмастырамыз дейді. Мәселен, уәжила деген сөз бар еді. Қатты қысып жүрген жоқ па? Көрініп отыр ма бір неде? Көрініп отыр. Уәжила деген сөз бар еді. Уәжила деген сөз бар еді. Уәжила деген сөзді әмірге айналдыратын болсақ, енді оның несі яу-желу болады. Яу-желу болады. Мудориға айналдырайық. Яу-желу. Енді әмір жасайтын болсақ, онда білеміз біз. Вау кетті. Сукындайды, дұрыс па? Мына жер фатха болған кезде алдына кәсір шығарамыз. Сукынды ваудың алды кәсірәді ма? Онда осы мына Колбтың 4-ші ережесіне не болып кетеді? Мынау вауымыз айналады. Ижай болады. Колбтың 5-ші ережесі. Айттық 4, 5, 6 бұл вауға байланысты. Колбтың 5-ші ережесі. Колбтың 5-ші ережесіне айтады. Сөздің ләмі вау әрпінен болып, ол харекетті болсын, болмасын. Вау әрпінен болып, алды кәсірәлі болса, ол вауды неге айналдырамыз? Айналдырамыз. Мәселен, родуа деген сөз бар еді. Родуа емес, родиуа деген сөз бар еді. Вау келді сөздің ләмі, және алды кәсірәлі болып келді. Онда 5-ші ережеге сай не болып кетті? Родия. Радиаллаху анху дейміз ғой. Аллах разы болсын дейміз. Сөзде яй болып тұрады емес. Түсініздер ма? Родия. Немен болып кетті? Родиуа еді, родия болып кетті. Колбтың 5-ші ережесіне сай. Және 6-шы ережеміз, бұл да вауға байланысты. Колбтың 6-шы ережеміз. Колбтың 6-шы ережесі, бұл да вауға байланысты. Айтады, сөздің 4-ші немесе 5-ші әріптері вау әрпі болатын болса, және алды даммалы болмаса, бұлар вау әрпі яйға алмаса. Енді бірден айтайық, бұл ереже өте сирек кездеседі, қатты қолданылмайды. Және бұл ереже көбіне мәжбүрдерде орын алады. Бұл енді кейін 15-16 сағаттарда өткенде өтеміз. Юдауани деген мәжбүр қылай. Юдауани. Және бұл осылай мұнда жалғанатын екілік көптік формада келеді. Бұл ереже. Айтады. Сөздің 4-ші және 5-ші. Атайын әріппен басар есептейміз. 1, 2, 3, 4. 4-ші әріпі вау болатын болса, алды доммалы болмаса дейді. Бізде фатха отыр. Онда шейін аласызды яйға алмастырып жүресіз. Не бойынша Колбтың артынан. Сонда юдаяни болды. Юдаяни болды. Яқсы, мұны осы. Мұна үшеуін алдық. Тағы да айтамыз. Кішкене видеоны тоқтатып, жинақтап алыңыз. Тағы да бір ережені қарап шығыңыз. Содан кейін қалған 2 ережені өтейік. Дайынсыз ғой? Кеттік онда. Енді Колбтың 7-ші ережесі. Колбтың 7-ші ережесі. Колбтың 7-ші ережесі бұл мастарға байланысты. Бұл мастарға байланысты. Колбтың 7-ші ережесінде айтады. Қосымша алифтен кейін вау және я келетін болса, бұлар хамзаға алмасады. Мәселен, тағы айтады, бұл мастарға ғана байланысты. Ихтафа деген сөз бар еді. Ихтафа, ифтааля бар бұлдыр. Ихтафа, ихтафи, мастар қалай болды?
Дұрыс па, мастар? Так, ихтифа. Енді қосымша алиф келді. Қосымша алиф. Қосымша алифтен кейін вау келетін болса, бұл неге айналғанымыз дейді? Бұл хамзаға. Бұл қойылтың қаншасының ережесі? Қойылтың 7 ережесі. Бұл мастарға байланысты. Өйткені мынандай да мысалы етістік бар, мады етістік. Хауәлі. Қосымша алиф келіп тұр. Одан кейін вау келіп тұр. Мынау хамзаға айналмаса деген ереже жоқ. Ауыстырып жүрмес, тек қана не? Мастар формасында келгенде ғана қойылтың 7-ші ережесін жүзеге асырамыз. Яғни қойылтың 8-ші ережесі бүгінгі өтетін соңғы ережеміз бұл айтады. Сөздің соңында вау және я келетін болса, немесе я және вау келетін болса, айырмашылық жоқ. Бірақ шарты вау және я келсін, я және вау келсін, бірақ алғашқысы сукунды болатын болса, сөз жерде тұрған вау яға алмастырып екі я бір жерде келді. Есеп жеріміз дейді, бір-біріне сукунды жібереміз. Мәселен, қараңыз. Тоубин деген сөз бар еді. Сөздің соңында екі бірдей ваумен я келіп тұр. Тұрды ғой, ваумен. Ол айырмашылық мына жерде я келіп, мына жерде вау келсе де бола береді. Бірақ шарты алғашқысы сукунды. Екі бір ваумен я келді, сосын ваумен я мен я келсе де алғашқы сукунды болатын болса дейді. Онда мынау вауды мына жерде вау тұрса да бола береді. Әйтеуір бірінші сукунды болғанда мынау ваудың екі айналдырамыз дейді. Яйға айналдырамыз. Екі яй бір жерде келген себепті не формасы болып келеді? То юм болып келеді. То юм. Түсіндіңіздер ме? То юм болып келеді. Жақсы, қысқаша осы үйге 21-ші жаттығуды алайық. 21-ші жаттығу. 21-ші жаттығуда қарайшы 21-ші жаттығу. 21-ші жаттығуда айтады сіздерге. Енді бірінші жаттығуды орындамас бұрын сіздер тәскинді жақсылап жаттығу керексіздер, идғамды қайталау керексіздер, тәскинді жаттау керексіздер және қойылымды жақсылап жаттау керексіздер. 8-ші ережесі қайсы? Сол ереже жаттағаннан кейін бар жаттығуға кірісіңіз. 21-ші жаттығуда былай берген екен. Науа ма? Науая. Катаба сияқты формулада берген, содан кейін науа болып кетті. Осы өзгеруі қандай неге сай дейтін болсам, онда айтады, ауы барып харекетті болып алды фатха болса, алифке ауысады деген ережеміз бар еді ғой. Сол ережемізге сай, ол қойылтың бірінші ережесі сай, мына жазса оқымайды, науа деп созасыз ба? Тура осылай жазасыздар, мынандай стрелканың үстіне қай ережеге сай өзгергенін сіз жазып шығуға тиіс екенсіз. Ал 22-ші жаттығуда, ол да егер 22-ші жаттығуда тек мынау форма ғана берілген. Сіз сызықша қойып, мынандай дұрыс формасына енгізіп, сол өзгерткендегі ережеде, қай ережені қолдадыңыз, соны жазасыз. Мәселен, бірінші сөзді алып көрейік. Истюдау дейді. Енді құрметті білімгерлер, ескертетін нәрсе ауырарып келді ме, соған байланысты ереже бар. Ауырарып іздейсіз. Мына жерде вау келді ме, значит вауға байланысты ереже деген сөз. Вау келді ме, вауға байланысты мына үш ереже. 4-5-ші ереже. 4-ші ережеге сай болды. Не үшін? Айтады. Сукунды ваудан алды. Касыра болса, еға алмасақ деген сөз. К4-пен не болады сонда? Истидау. Жақсы, осы екі жаттығуды орындау керек. Уахиру дауана, анилхамдулиллахи раббил алямин.